Моғолстан мемлекеті және Әмір Темір және оның ұрпақтарының мемлекеті. Алдымен біз Моғолстан мемлекетінің тарихымен танысатын боламыз. Моғолстан мемлекеті Шағатай ұлысының жерінде құрылды. Шағатай ұлысының орталығы Алмалы қаласы, Іле өзенінің бойында орналасты. Шағатай ұлысының негізін қалаған Шағатай хан. Осы ханның тұсында Үрімші арқылы Шығыс Түркістанға жол салынды және Іле алқабына тау асуы салынды. Кебек хан. Осы ханның тұсында алғаш рет күміс теңгені айналымға енгізді. Ол өзінің атына байланысты Кебек деп аталды. Және өзі басқару жүйесіне өзгерістер енгізілді. Яғни бұрынғы түмендердің басқару жүйесін қайта қалпына келтірді. 14 ғасырдың ортасында Шағатай хандығы екі мемлекетке бөлінді. Біріншісі Моғолстан мемлекеті, екіншісі Әмір Темір мемлекеті. Моғолстанның құрылуы: жер аумағы Жетісу, орталығы Алмалы қаласы, Іле өзенінің бойында орналасты. Негізгі тайпасы Дулат, яғни Дулат тайпасы Моғолстан мемлекетінің құрылуындағы негізгі рөлді атқарған тайпа ретінде айтылады. Әмір Полатшы, Дулат тайпасының әмірі, осы Дулат тайпасының әмірі Әмір Полатшының қолдауымен осы Тоғлық Темір алғаш рет хан тағына отырып, Моғолстан мемлекеті құрылған болатын. Моғолстан туралы деректер Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди атты еңбегінде айтылады. Енді біз Моғолстанның жер аумағын карта бойынша қарайық. Мұны біз көріп отырмыз. Мынау біздерде Балқаш көлі. Бұл жерде біз Жетісу жері оңтүстікке қарай. Моғолстан мемлекеті мына қызыл сызықпен арнайы біз беріліп отыр. Астанасы міне Алмалы қаласы деп айтқан болатынбыз. Көршілер ойраттар, Ақ Орда, Темір империясы көршілес болды. Мына жерде Маңғылай Сүбе деген арнайы бұл жер. Бұл жерді кезінде Дулаттың әмірі Әмір Полатшыға берілген жер. Дулат тайпаларының жерлері арнайы берілген. Сонда бұның барлығы Моғолстан мемлекетінің жер аумағына еніп жатыр. Моғолстанның хандары: Тоғлық Темір бұл Моғолстан мемлекетінің негізін қалады. Ілияс Қожа. Ілияс Қожаның кезінде 1365 жылы Батпақ шайқасы болды. Батпақ шайқасында Әмір Темір әскерімен шайқасты. Бұл шайқаста Ілияс Қожаның әскері жеңіске жетті. Батпақ деп аталу себебі қатты жаңбыр жауып, жер балшыққа айналды. Нәтижесінде лайға айналып кетті. Кейде бұны Лайсаң шайқасы деп айтылады. Жер тайғақ болып, аттар жүре алмайтын дәрежеге жетті. Қызыр Қожа. Бұл ханның кезінде Әмір Темірге Моғолстан мемлекеті бағынып, яғни тәуелді болды. Ал Мұхаммед ханның тұсында Әмір Темір, яғни бұл кезде қаза болады, оның ұрпақтар билік басына келеді. Мұхаммед ханның тұсында осы Әмір Темір ұрпақтарынан тәуелсіздігін алып шықты. Моғолстан тәуелсіз ел болды. Есенбұға. Керей мен Жәнібек сұлтандарға Жетісудан жер бөліп берді. Есенбұғаның кезінен бастап Моғолстан мемлекеті әлсірей бастайды. Моғолстанның құлау себептері: бірінші себептерінің бірі Шағатай ұлысының арасындағы өзара билік үшін күрес. Екінші себептері Әмір Темірмен соғыс. Әмір Темір өзінің жорықтарын алғаш Моғолстан жеріне бастаған болатын, өте қатты әлсіретті. Үшінші, шығысында орналасқан ойрат мемлекетінің тайпаларының шабуылдары. Төртінші, тұрақсыздық пен ауыр салыққа қарсы халықтың көтерілістері. Халық көптеген наразылыққа ұшырап, осы көтеріліске шыққан болатын. Міне осы аталған себептер Моғолстанның құлауына септігін тигізді. 16 ғасырдың басында Моғолстан ыдырады. Оның бір бөлігі Қазақ ханның құрамына қосылды, бір бөлігі Шығыс Түркістанға қарай кетіп, сол жерде осы Қашқария мемлекетінің құрған болатын. Әмір Темір мемлекетінің құрылуы: жер аумағы Мәуереннахр, яғни бұл Әмудария мен Сырдария өзенінің аралығындағы жер
Мәуереннахр деп аталды. Мерзімі: жалпы Әмір Темір Орта Азия жерінде 35 жыл бойы басқарады. 1370-тен бастап 1405 жылға дейін басқарды. Әмір Темір қайтыс болғаннан кейін бұл жерді оның ұрпақтары басқарды, яғни 16 ғасырдың басына дейін Мәуереннахрдың жерінде Әмір Темір ұрпақтарының мемлекеті өмір сүрді. Әмір Темірдің шыққан тайпасының аты түркіленген Барлас тайпасы. Әмір Темірдің ұраны әділдік және күш деп аталады. Әмір Темірдің жорықтары: 14 ғасырдың 70-90 жылдарында Әмір Темір Ақ Орда мен Моғолстанға өте үлкен жорықтар жасады. Ең алғаш жорықтары Моғолстанға бағытталды. Содан кейін Ақ Ордаға, ал 1389, 1391, 1395 жылдары Алтын Ордаға жорықтар жасайды. Міне осы жорықтар нәтижесінде Қазақстан жерінде орналасқан Алтын Орда мемлекеті әлсірейді. 1402 жылы Әмір Темір Осман сұлтаны Баязид сұлтанды Анкара қаласының түбінде талқандайды. 1405 жылы Әмір Темір ең соңғы жорығы Қытайға қарсы бағытталады. Бірақ 1405 жылы Отырар қаласы маңында қаза тапты. Енді біз карта бойынша Әмір Темірдің мемлекетінің жер аумағын қарайық. Мұнда біз көріп отырмыз, мына жерде Каспий теңізі бар, Арал теңізінен бастап оңтүстікке қарай міне Әмір Темір мемлекетінің жер аумағы көрсетілген. Өте үлкен жерді алып жатыр. Қара теңізге дейінгі жердің бәрін осы Әмір Темір империясы өз құрамына қосты. Мына біздің Қазақстан жерінде мына айтқан болатынбыз. Мына бізде Балқаш көлі болатын болса, мына жерде біздерде Моғолстан орналасты. Моғолстанға жорыққа шықты. Қазіргі біздің Қазақстан жерінде Ақ Орда мемлекеті орналасты. Сарай Берке мына көріп отырмыз. Бұл бізде Алтын Орданың астанасы. Мына Алтын Орда мемлекеті өмір сүрген болса, сонда Әмір Темірдің астана Самарқан қаласы болды. Осы қаладан бірінші Моғолстанға бағытталды. Содан кейін барып Ақ Ордаға, содан кейін барып осы Алтын Ордаға шабуылын жасаған болатын. Міне осы елдердің бәрін басып алғаннан кейін Әмір Темір өзінің манағы Орта Азия аймақтарын түгелдей өзінің құрамына басып алды.